Қайырлы күн қыздар, бүгін глазурьдің көмегімен осындай шоколадный шарикиді құрастыратын боламыз. Енді ең алдымен 200 грамм глазурь, щетка, краситель және силиконовый осындай форма қажет болады. Ең алдымен глазурьді мен водяной баняда ерітіп аламын. Менде осылай еріп шықты, барлығы толығымен. Енді краситель қосамын. Азғантай краситель қосып, мен розовый түс шығарамын. Барлығын толықтай араластырып шығып, енді силиконовый формаға құйып шығамын. Әрбір жарты шардың ішіне шамамен 1 қасықтан глазурьді құйып шығамын. Барлығын құйып шықтым толықтай. Енді щетканың көмегімен шет-шеттерінің барлығын толықтырып шығамын. Шет-шеттеріне жақсылап жағу керек, өйткені қатырған соң сынуы мүмкін. Енді біз бұны морозилкаға жіберетін боламыз. Морозилкада 15-20 минутта қатады. Морозилкадан алып шығып, осылай астынан көтеріп, аккуратно барлығын шығарып аламыз. Қыздар, енді кез келген осындай бір темірді алып, оны қыздырып аламыз жақсылап. Бұл бізге жарты шарлардың беткі қабатын ерітіп, бір-біріне жабыстыруға қажет болады. Осылай бас жақтарын ерітеміз де, бір-біріне осылай жабыстырып шыға береміз. Қыздар, мен шардың барлығын құрастырып шықтым. Енді осындай тесіктер болса, мастихиннің көмегімен шоколад кішкене суыған соң тесіктерге жағып, осылай бекітсек болады. Бірақ шоколад ыстық болмау керек, өйткені тесікті одан да үлкейтіп ерітіп жібереді. Қыздар, енді шарлардың сырты золотистый немесе серебристый болу үшін осындай кондуриндерді қолданамыз. Оларға еш нәрсе араластырудың қажеті жоқ. Құрғақ күйінде кисточканың көмегімен сыртына осылай бояп шығамын. Осымен менде шоколадный шарики дайын. Бұны кез келген торттың оформлениясына қолдануға болады.